Qahramonni жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану дейді. Яғни жазбаша біз көбейтіп жүрміз және бөліп жүрміз. Жазбаша деген ол баған түрде көбейтіп бөліп жүрген тақырыптарымыз. Сол тақырыптардың әлі де жалғасы. Және бүгінгі бөлімше әртүрлі мамандық иелері дейді. Кітапқа қараңдаршы олар. Қандай мамандық иелері көріп тұрмыз? Дүкенші, аспазшы, әдемділік және қолөнер, керемет. Сосын тағы өрт сөндіруші. Ал балдар тағы да бұдан басқа қандай мамандық иелерін білеміз? Полицейский, дәрігер. Ал сендерге сұрақ, өскен кезде қандай мамандық иесі болуларын келеді? Дәрігер. Полицейский мамандығы болғысы келеді. Мұғалімдік иесі болғысы келеді. Әскери қызметкері болғысы келеді. Дүкенші болғысы келеді. Жарайсың. Дәрігер маман иесі болғысы келеді. Дәрігер жақсы. Полицейский темір жолшы болғысы келеді. Шығынды санын қалай табу болатынын есіңе түсір. Кесте бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Алайда қарап, осы болған есіңе түсірші. Жалпы массаны табу үшін не істейміз? Жалпы массаны табу үшін не істейміз? Яғни массаны санына көбейтеміз. Керемет, жақсы. Ал массаны табу үшін не істейміз? Жалпы массаны бағасын көреміз. Керемет. Ал санын табу үшін не істейміз? Санын табу үшін. Жалпы массаны табу. Жалпы массаны не істейміз? Массаға береміз. Яғни дәл сол формуламен бүгінгі мынау жалпы шығын және шығын және саны. Яғни шығын табу үшін жалпы шығынды бөлеміз санына. Сана не шығады екен? Шығынды. Ал санын табу үшін жалпы шығынды шығынға бөлеміз. Сонда саны шығады. Ал жалпы шығынды табу үшін не істейміз? Шығынды бөлеміз. Яғни бүгінгі біздің осы кестеге қарап, осы кестені толығымыз керек. Бірінші кестеге қарады. Бірінші бұйымға жасалатын шығын, саны және жалпы шығын дейді. Яғни бұл жерде кестеге қарасада жалпы шығынды белгісіз болып тұрады. Бірінші бұйымға жасалатын шығын 128 сантиметр, саны 3 дана, жалпы шығынды табу үшін не істейміз? Яғни 123-ті үшін неше алмақ қажет дейді. Яғни шартын құраңыз. Дидар айтамыз, шартын құраңыз деді. Үш адамға деп берген санды жазамыз. Астына 6 алман жұмсалды дейміз. Жоқ, 3 адамға алман санды демек ол. 3 адамға неше жұмсалған алман? 6 алман дейміз. Сосын 8 адамға жұмсалған үшін.
Onlar осы тапсырманы өрнектерді құрастырып, ендіке осы амал емес, азайту амалымен орындаймыз. Біреуін тақтаға жазып көрсетемін, келесін өздеріңіз орындайсыздар. Беске қарай. Өрнектер құрастырып және олардың мәнін қабылдайтын. Яғни мынау көздің ішіндегі санды өрнек яғни шартын қалай құрамыз? Толық түсінсек, бас бармағымызды жоғары көтереміз. Жартылай бүгінгі тапсырманы жартылай түсіндім десек, ортаға бас бармақты қоямыз. Бүгінгі тақырыпты мүлдем түсінбедім деген оқушы бас бармақты төменге түсіреді. Түсіндік қой? Кәні, қолдарын дейді, бас бармағын көтереді. Толық түсіндім дегендер жоғары көтереді. Жартылай түсіндім дегендер ортаға. Мүлдем түсінбедім дегендер. Яғни барлығымыз бүгінгі тақырыпты түсіндік па балалар? Керек, жақсы. Күнделіктерді ашып, 101-ші бет, нөмір 6 және 7 деп жазылды.